пісірген нанымды көрсетіп қояйын сіздерге. Міне кесіп жатырмын, жаңа біреуін кестім. Міне қараңыздар. Өте жұмсақ қой. Çok күшті болып піскен. Сіздермен бірге Омар сосын Дана суретке отқан Не істейсің? камераға тамақ жеп отырмын. Бүгін денсаулығың қалай? Жақсы. Кішкене ауырып отырсың ғой бірақ. Кеше кімдер келді үйге? Кеше кімдер келді үйге саған? Чапи ма? Чапи сосын Әмізан сосын болды. Чапимен не істедің кеше? Төбелесіп қалдың ба, ойнадың ба? Ойнадым. Сосын кейін ауыстыра бердің ба қайта? Енді бүгін кішкене ауырайын деп отырсың ба? Ауыра мама Ал. ана ту ауызда толған соны қосып анаға. Қосарым сөйтің ауырып отырсың. Қос. Осындай творожный пісіріп ыссы жаңа шықты ыссы. Бетіне мән бермеңіздер, өтірік бірдеңені жабыстыра сал. Күшті қылып жасаймыз. Ясынан прическасын қараңыздар. Күшті қылып істеп қойдық па, шашын жинап. Это жейім деп тұр да, мама. Это жегің кеп тұр ма? Я, мама жейім деп тұр да. Жейсің қазір сосын кішкене. Папа жанды диванда. Омар, қалай? Жақсы, ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Дана, Омар, сосын Ясина. Бүгін бізде тамақ жейтін боламыз. Содан кейін айны жейін тамақ. Омар кеше бізде кішкене ауырып қалды. Жауып қой. Кішкене ауырып қалды. Бүгін сосын тісі де болмай тұр дұрыс. Көңілге кішкене түсінгі. Ауып туған жоқ, білек деген. Біздің ауып туған жоқ, тек жақсы бер. Сонда достар. Пайымдамаңыздар. Уайттан түрке ұлтын да каналға басып. Ешан. Бізбен бірге болыңдар. Бүгін ассалаумағалейкум. Бұл дәшіш. Сосын ана, сосын. Ой! Жаңа жыл алған киім болмай қалды дейсің ғой жаңа жылдары. Утренниктер болмай қалды үшін. Арнайы Пентодадан заказ беріп. Айнал Ясина. Әректі кішкене айнал. Осында көйлектің киім алып беріп едім. Қызығын енді үйде көріп отыр өздер. Свет сөндіреді. Алсыңдар. Уа, қара. Дискотека о. Күшті отыр. Қыз келіншектер бізде көптен күткен распаковка. Бүгін заказдарымыз келді. Алдында келген бақылау жұмыстарына байланысты кешіктірілген болады. Енді бүгінгі распаковкамызды қарайық. Бұл біздің үйінен берген заказы. Өзіне бренді фирманды сумка болдық. Сапалы заттар осындай ол чехолмен келеді обязательно. Қараңыздар. Шағын жұмысқа ұстауға арнайы заказ берген болатын. Тігістерін қараңыздар, өте әдемі тігілген. Ашылуын қараңызшы өзін, күшті. Ішінде бір пакет осындай замогы бар екен. Сары наполнитель сыртқыға. Ұзын ремешогы бар және. Өте әдемі. Качествосын қараңыздар, көрініп тұр өзі. Айтпаса да ішін қараңыздар. Ішінде екі отдел жүреді. Бір замокпен және осындай замоктардың фурнитурасының бәрі золотистый. Боковойлардың жағында да тоже қалташалары бар. Өте әдемі. Тапсырыс береміз десеңдер, жекеме өтіп жазсаңыздар болады. Барлығын бағасын жазып кетемін астына. Ал бұл енді
менің енемнің туған күніне берген заказым болатын. Арнайы массажер аяқтың. Өйткені енеміздің аяғы ауырады. Соған арасында салып бір демалып тұрсын деп осындай массажер заказ етуге болатын. Бұл бізде Қазақстанда өте қымбат тұрады. Есе арзан бағасына алдым. Алдымда хит болған біздің Қазақстанда. Іші осындай. Бұл массажер 9 түрлі режимде массаж жасайды. Қыздырады аяқты. Қыздырып отырып уқалап массаж жасайды. Арнайы өзінің пульті бар. Және мына жерге зарядчигі бар. Телефон зарядтасаңыз да болады. Қазір қосып сәлден кейін барлығын көрсететін боламын. Олап шулап мынаны қостық ақыры. Оказывается, мына Қытайдың несінің переходник керек екен бізге, в общем. Со переходникті алып, бүгін қолымыз жетіп енді қосып жатырмыз массажерімізді. Массажер, оказывается, біз мынаны зарядтап жүрсек, бұл осындай тоққа қосып жасайды екен. Тоқтан алып тастасаң сөніп қалады. Енді қазір енем қосып пайдаланып көріп жатыр. Біріншісі қосылады екен, екіншісі массаждың түрі және мынау күштілігі массаждың. Мына уақыты жаңа ең азы 15 минут, қазір 11 минут қалды. Мынау уақыты, уақытының белгісі іштен таңдауға болады. Мынау қыздырады және мынау вибрация жасайды екен. Енді қазір бәрін басып көріп жатырмыз енді қызығын. Қалай екен? Күшті. Енем күшті деп ұнап жатыр енді. Дәл осындай массажерға заказ беремін десеңіздер, жекеме жасаңыздар болады. Вибрациясымен жасавадық. Мына үшін аяқты қысып, әртүрлі түрде жасап жатыр үшін. Өсініп қалды екен қазір. Қазақстанда хит болған массажер Каспийде 46 мыңнан жоғары тұр қазір. Матасы өте әдемі болып келді. Вафельный матада. Қазір осы жерге тастап кетемін. Реальность қалай? Ожидание осындай оған. Күшті пуговицасының барлығы четко тігілген ғой. Ештеңе салбырап, не алып тұрған жоқ. Қараңыз, өте әдемі көйлек.